Саламатсыздар ма? Мен Қарғабаева Айгүл Бақытбекқызы, Ақтөбе гуманитарлық колледжі музыка пәнінің оқытушысымын. Күй өнері көнеден қалыптасқан ұлттық аспапты музыкамыздың бастау тегі, күре тамыры. Күй халқымыздың жан дүниесін, тыныс тіршілігін, асыл арманын әуен саз арқылы жеткізетін рухани ұлттық өнері. Қазақ сөзбен жеткізе алмаған сезімін ойын домбыра тілімен сөйлете білген. Сан ғасырлар бойы рухани жұбанышы болған күй өнерін қадір тұтамыз, тыңдаймыз. Ұрпақтан ұрпаққа таза күйінде жеткізуге еңбек етеміз. Болашақ жастардың осы дәстүрден нәр алып, бойларына адамгершілік, мейірімділік қасиетін ұялатуға көңіл қоямыз. Күй біздің баға жетпес байлығымыз. Күй адамның белгілі бір сезім сәті. Ол сезімнің қуанышты болуы немесе мұңды болуы да мүмкін. Фольклоршы ғалым зерттеуші Ақселеу Сейдімбеков күй аңыздарын құрылымдық тақырыптық қасиеттері бойынша былай жүйелейді. Тарихи күйлер, аңыз күйлер, халық күйлері, философиялық күйлер, төкпе күйлер, шертпе күйлер, арнау күйлер және лирикалық күйлер. Тарихи күйлер ел тіршілігінде болып өткен тарихи оқиғалардан тұрады. Халықтың басынан өткен тауқыметі, әділетсіздікке қарсы күрес күйлері. Мысалы, ел айырылған ноғайлының босқыны. Аңыз күйлер халықтың өткені, тұрмыс тіршілігі, болмыс бітімі мен ой арманы туралы небір сүбелі деректерді көне аңыз күйлерден танып білеміз. Олар аққудың сұңқылы, құланның дүбірі, жорғаның жүрісі. Нар идірген, аққу, ақсақ құлан күйлерін айтуға болады. Халық күйлері. Халық күйлерінің өзі де аңызда белгісіз адамдардың әрқилы қылық қасиеттеріне арналған. Мысалы, кеңес, тепен-көк, келіншек күйлерін айтамыз. Философиялық күйлер көбінесе ойға құрылып, өмірдің ойлы, мұңды сәттерін толғайды. Сол арқылы тыңдаушыны сабырға шақырып, немесе өмірдің мән мағынасын зердеге ұялатады. Мысалы, Тәттімбеттің көкейкесті, Қазанғаптың көкіл, Дәулеткерейдің жігер күйлерін айтамыз. Төкпе күйлер бас буын, негізгі буын, орта буын, кіші саға, үлкен саға деп аталатын бірнеше бөлімдерден тұрады. Отты, жігерлі орындалады. Оған дәлел Құрманғазы, Дәулеткерей, Қазанғап, Дина күйлерін айтамыз. Шертпе күйлер терең философиялық ойлы күйлер. Екі шекте алма-кезек шертіп ойналады. Оған Тәттімбет, Қыздарбек, Тоқа, Байжігіт, Сүгір, Төлеген Момбеков күйлерін айтамыз. Арнау күйлер. Арнау күйлер сол күйлерді арнап отырған адамның тек қана жағымды қылық қасиетіне байланысты шығарылған. Арнау күйлерінің авторы да болу шарт емес. Мысалы, Жамалай, Кербез қыз күйлері. Лирикалық күйлер. Басты ерекшелігі адамның көңіл күйін, сезімін тікелей бейнелейді. Оған мысал Дәулеткерейдің Жеңгем сүйер, Көркем ханым, Қаражан ханым және Қосалқа күйлерін айтамыз. Енді осы лирикалық күйлердің бірі Қосалқа күйінің орындалу ерекшеліктеріне тоқталамын. Басты ерекшеліктері лига, фаршлаг, трел, күйдің қағыстары, күйдің буындары. Лига саусақтармен серпе басу әдісі. Пернедегі төменгі дыбыстан жоғарғы дыбысқа көшкенде қолданылады. Яғни пернені қағыссыз басу. Фаршлаг неміс тілінен аударғанда соққы алдында орындалады. Негізгі дыбыстан бұрын жазылып, оның есебінде орындалатын өрнек. Ол бір немесе бірнеше дыбыстардан тұрады. Фаршлагтың қысқа және ұзақ түрлері болады. Ал негізгі дыбыстың ұзақтығына ғана құрылған фаршлаг ұзақ фаршлаг. Міне біз Қосалқа күйімізде ұзақ фаршлагты меңгеретін боламыз. Трел итальян тілінен аударғанда дірілдету деп аталады. Қатар тұрған екі дыбыстың алма-кезек тез қайталануы. Қосалқа күйінің қағыстары өте қарапайым. Қара қағыстар, яғни төмен, жоғары.
Күйдің буындары. Төкпе-күй дәстүріндегі негізгі формалар сақталған. Күйінің бас буыны. Яғни осы бас буында біз лига штрихін көріп отырмыз. Лига штрихінің орындалу ерекшелігі, тәсілі, міне қағысты қағып, осы ұзақтықтан кейін дәл сондай ұзақтықта бармақты іліп қалу. Екеуінің арақашықтығы бірдей болу керек. Кей жағдайда қағыстан кейін іле-шала лига орындалса, ол кезде дыбыстың сапасы болмайды. Осы ұзақтық арақашықтығы сақталу керек. Әрі қарай күйдің негізгі буыны. Бұл жерде біз фаршлакты көріп отырмыз. Фаршлак дегеніміз неміс тілінен аударғанда әдемілеу, безендіру, әшекейлеу деген мағынаны білдіреді. Фаршлактың алыну тәсілі нотадан кейін ішекті іліп қалу. Фаршлактың екі түрі болады. Қысқа фаршлак, яғни ол нотаның алдында жазылады, қысқа болады. Екіншісі ұзақ фаршлак, бұл нотадан кейін орындалады. Яғни біз осы қосалқы күйінде біз ұзақ фаршлакты орындаймыз. Нотадан кейін мына екі саусақты ұстап отырып, келесі нотаны іліп қаламыз. Қағыссыз. Осылай жаттығу жасап, меңгергеннен кейін бар қағысты қосуға болады. Қайталаймыз. Әрі қарай негізгі буында бізде кездесетін лига деген штрих. Лига деген ол қағыссыз ойналады. Біз қандай нотаға аламыз лиганы қағыссыз? Бүткіл буынымызды босатып, сол келесі берілетін саусаққа күш саламыз. Яғни біз қазір үшінші саусақпен лиганы ойнап отырсақ, қағыссыз, қағыс қақпаймыз. Ол кезде бас бармақты қалдырып, қалған буынның барлығын босатып, үшінші саусаққа күш саламыз. Лига штрихі кездеседі, бірақ біз оны астыңғы сол шегіне жасаймыз. Көп жағдайда бұл лига бірден шыға қоймайды, дыбысы сапасыз. Ол үшін біз барлық буынды босатып барып, төртінші саусаққа ғана күш саламыз. Сол кезде бұл қағыссыз дыбыс шығаратын болады. Қағыссыз лигалар кездеседі. Яғни осы орындалған лига, фаршлак штрихтарымен дәл солай ортаңғы онан қайталаса, күйдің екінші буыны шығады. Осы күйінде қалады. Нотадан кейін әрі қарай лига штрихіміз. шегіндегі нотада біз барлық буынды босатып,
4-ші саусаққа күш саламыз. Сол кездегіне қағыссыз дыбыс шығатын болады. Үшінші бөліміне келдік. Бұл нағыз атына сай қосалқаның дыбысына, әшекейіне мән беру. Қыздардың күлкісі сыңғырлаған. Міне осы барлық дыбыстың, күйдің мәні, мағынасы осы үшінші бөлімде көрініс табады. Яғни бұл жерде көрініс көрсететін трель деген штрих бар. Трель дегеніміз итальян тілінен аударғанда екі дыбыстың алма-кезек бірінен кейін бірі жылдам орындалуын айтады. Лиганы аламыз. Бұл жерде штрихы трель. Трельді алу, ішекті іліп қалу жылдамдатып. Біз мана фаршлакта бір-ақ рет іліссек, бұл жерде біз бірнеше рет. Атақты күйші, композитор Дәулеткерей Шығайұлы 1814 жылы бұрынғы Бөкей хандығының Қарамола деген жерінде дүниеге келді. Әкесі Шығай ауқатты адам болған. Дәулеткерей жастайынан көптеген күйшілерді тыңдап өсіп, есейе келгенде өз жанынан көптеген күйлер шығара бастайды. Күйлерінің көпшілігі әйел образына арналған, лирикаға толы, нәзік сезімге толы. Сондай күйлері Жеңгем сүйер, Қаражан ханым, Көркем ханым, Жұмабике және Қосалқа. Дәулеткерей сол кездері Бөкей хандығына атақтары жайылған Соқыришан, Байжұма, Баламайсан сияқты домбырашылардың күйлерін естіп өсті. Енді Дәулеткерейдің күй мұрасын бізге дейін жеткізушілер өзінің тұстасы, замандасы Мүсірәлі домбырашы. Мүсірәліден кейін Әлекей, Әлекейден кейін Мақар Жапаров, Науша және Махамбет Бөкейхановтар. Дәулеткерейдің өз баласы Салауаткерей де жақсы домбырашы болған. Дина Нұрпейісова Салауаткерейді көріп күй тартысқан. Біздің ғасырдың 20-шы жылдардың басында Махамбет және Науша Бөкейхановтар әйгілі этнограф, зерттеуші Александр Затаевичке Дәулеткерейдің 60-тан астам күйлерін нотаға жаздырған. Ал 30-шы жылдары Науша және Махамбет Бөкейхановтар Алматыға келіп, әйгілі Құрманғазы оркестрінде қызмет жасап, Дәулеткерей күйлерінің көпшілігін оркестрге түсірді. Дәулеткерей күйлері Қазақстан композиторларының көптеген шығармаларына еніп, шағын күй формасы әлемдік симфонияға айналды. Күй жай ғана музыкалық жанр десек қателесеміз. Күй сан қырлы, сан сырлы. Қазақ күйі өзгеше әлем. Сол әлемнің қыр-сырына қанық қазақ, біз бақыттымыз. Күй қазақтың жан серігі, мұңы, досы да сырласы. Күй ойға жетелейді. Күй тыңдап, күйді түсінген адам жамандыққа бармайды. Күйдің құдіреті осы. Мұхтар Әуезов, жалпы музыка атаулы нәрсе елдің сезім байлығы мен ішкі жаратылыс қалпын білдіретін болса, солардың ішінде ең толғауы, ең терең сырлысы күй. Енді студенттерге тапсырма. Дәулеткерейдің өмір сүрген кезеңін толық оқып, күйлерінің шығу тарихына мән беру. Күйшінің лирикалық күйлерін тыңдап, күйде кездесетін штрихтарды, ерекшеліктерін меңгеру.
Дәулеткерей күйлерін қай композиторлар өз шығармаларына арқау етті? Алдағы уақытта, яғни болашақта, Дәулеткерейдің қай күйін өз репертуарыңызға қосып, оны кейінгі ұрпаққа жеткізуде еңбек етер едіңіз?